Тіліңіз, денсаулығыңыз туралы не дейді? Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен керек арнасы. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ақ үлпек басқан тіл көптеген аурулардың алғашқы белгісі екенінен хабарыңыз бар ма? Соның ішінде жылдар бойы сіз байқамаған созылмалы аурулар болуы да мүмкін. Сау адамның тілі қызғылт түсті болады. Сонымен қатар тілдегі өңездің түсіне қарап, қандай аурулардың қауіп төндіріп тұрғанын білуге де болады. Қызыл түсті тіл, ишемия, дене температурасының көтерілуі, инфекциялық ауру, қою қызыл, өмірге қауіпті инфекциялардың, бауыр ауруларының бір түрі, бозғылт, анемия және әлсіздік, сары тіл, артық өт, бауыр патологиялары. Көкшіл тілі болса, жүрек қан тамыр аурулары, қою күлгін тіл, стенокардия, ишемия, мидағы қан айналымының немесе қан ұюының бұзылысы, жүрек жеткіліксіздігі. Сондай-ақ, тілде өңез болмағанымен, оның сыртқы көрінісі лакталған секілді көрінуі мүмкін. Бұл асқазан қатерлі ісігі, созылмалы колиттер, ішектегі ақаулар кезінде болады. Көптеген адамдар тілдегі ақшыл өңезді қалыпты құбылыс ретінде қарап, аса мән бермейді. Дегенмен бұл жаңсақ пікір. Егер тіліңізде қандай да бір өзгерістер байқалса, өңез пайда болса, бүртіктердің түсі, формасы өзгерсе, гастроэнтеролог маманға жүгінгеніңіз жөн болады. Ал осы аталғандардың ішінде сіздің тіліңіз қайсысына тура келіп тұр? Төменде жаза кетіңіздер. Денсаулығыңыз мықты болсын. Ешқашан ауырмаңыздар.